Алтыбақан қазақ халқының ежелден тау сағалап, жұрт жаңалап, көшпен тұрмыс кешіріп жүрген дәуірде өз рухани сұранысын қамдаған, өз мәдениетін өзі жаратқан халық қой. Сондай ертеде Алтыбақан дегенде осындай жаз жайлауда кешке жақын ағашты бір жерге жинап алған от қойып, жарық шығарып, сонан Алтыбақанды ойнап, тамашалап, қыз жігіттер бір-бірімен өнер ауыстырған, тәжірибе ауыстырған, онан кейін Алтыбақан теуіп отырып, ән айтысып, жұмбақ шешісіп, өз мәдениетін өзі өстіп жаратып бізге қалдырған. Енді осы дәстүрлі мәдениетіміз әзір бейзаттық мәдениет мұраға айланды. Бейзаттық мәдениет мұраға осы біздің Ластай ауылында төрт көрсеткіш бар. Алтыбақан, Қаражорға, Ортеке, Ақсүйек. Енді Ортеке бейзаттық мәдениет мұрамыз облыс дәрежелі қорғауға кіргізілді. Қалған үшеуі аудан дәрежелі қорғауда. Енді қорғау дегенді жұртшылық түсіне бермейтін болу керек. Қорғау дегеніміз өстіп халық алдына байырғы мәдениетімізді кейінгі ұрпақтарға көрсету үшін қайталай өстіп жаңғыртып көрсеткенде бұл қорғалды есептеледі. Халық көреді, кейінгі ұрпақтың көз айдын болады.